Баршаңызға сәлем қыздар. Біз сіздермен бүгін осындай әдемі үлпілдек қызыл барғаттың пирожныйын әзірлейтін боламыз. Жасайтын заттарымыз да қолжетімді. Сондықтан әрқайсыларыңыз үйлеріңізде жасап, маған суретін жіберсеңіздер болады. Ал енді бізге алдымен жұмыртқамыз қажет. Жұмыртқаларымызды алдымен сыртын жуып, сонан соң барып пайдалану керек. Енді жұмыртқаларымызды жарып, үстіне шекерімізді салып, миксерменен жақсылап миксерлеп аламыз ең алдымен. Сонан соң айранымызды құямыз, күнбағыс майымызды құямыз. Барлығының граммдарын жазып қойдым постқа. Енді сухой ингредиенттерімізді какао, разрыхитель, ұнымызды біріктіріп араластырып, 2 бөлікке бөліп саламыз. Ең соңынан қызыл бояуды салдым мен. Сіздер оны сұйық масса кезінде қоссаңыздар да болады. Мінекей бізде осындай әдемі масса пайда болады, қыздар. Енді пергамент қағазымызды төсеп, табамызға осы массамызды 2-ге бөліп құямыз. 2-ге бөліп құйып, жан-жағына қарай осы лопатканың көмегімен жайып, 4 бұрышты формаға келтіреміз. Екеуінде дәл осылай келтіріп, 180 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз пеште. Сонан соң барып алып суытамыз, бұны суытып, дәл екеуін бірдей етіп қойып, жан-жағын кесуіміз қажет болады. Екеуі бір-біріне бетпе-бет болу үшін, екеуін бір-бірінің үстіне қойып барып кесіп алыңыздар. Дәл видеодағыдай осылай кесіп алсаңыздар болады. Артық жерлерін тастамаймыз. Олардан біз міндетті түрде бетіне блендерменен майдалап, бетіне үгітуімізге қажет болады. Сондықтан оны тастамаймыз. Енді мінекей жаңағы жар-жағынан кесіп алған майдаларымызды блендердің көмегімен осылай майдалап үгітіп алдық. Енді кремнің рецептісі менде постта бар, өздеріңіз көрген шығарсыздар деп ойлаймын. Крем чизбенен осылай арасынан жағып шығамыз. Сол рецептімен жасасаңыздар болады. Мінекей осылай кремді бетіне бір тегістетіп жағамыз. Барлық жағы бірдей болу қажет. Лопатканың көмегімен жағыңыздар. Сонан соң үстіне жаңағы жарты екінші бөлігін саламыз. Оның да бетіне бұл жолы кремді жұқалау етіп жағамыз. Себебі бұл тек қана ең үсті. Бұның үстіне қазір біз жаңағы майдалаған корждарымызды себеміз. Сол үшін жұқалау етіп жаға беріңіздер. Мінекей енді қалған блендерден өткен корждарымыздың майдасын осылай бетіне бір тегістетіп осылай жағып шығамыз. Бетіне барлық жеріне жағып шығыңыздар. Өзі крем болғаннан кейін жабысып қалады бізде. Мінекей енді біз кесуімізге қажет болады. Ровно етіп, қанша бөлікке бөлгілеріңіз келеді, сонша бөлікке бөлсеңіздер де болады. Мінекей мен осылай 5 бөлікке және 3 бөлікке осылай бөлдім. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі үлпілдек, дастарханға қойсаңыздар өте әдемі болады және дәміне сөз жоқ. Жасап көріңіздер қыздар.